Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тригонометриялық теңсіздіктер жүйелерін шешу. Жалпы тригонометриялық теңсіздіктер жүйелерін шешу кәдімгі тригонометриялық теңсіздіктерді шешу сияқты жүзеге асырылады. Бұл жерде әрбір теңсіздікті қанағаттандыратын x айнымалылардың мәндерін жиынын табамыз да, ол екеуіне ортақ аралықтарды анықтаймыз. Яғни мына мысалда көрсетейік, косинус 2x кіші 0, косинус x кіші минус 2-ден 1 теңсіздігінің шешімдерін табу керек. Ол үшін мен жүйедегі бірінші теңсіздікті жеке, екінші теңсіздікті жеке орындап алайын. Бірінші косинус 2x кіші 0 теңсіздігін шешу үшін біз алдыңғы сабақта өздеріміз үйренгендей бірлік шеңбердің көмегіне жүгінетінбіз. Косинустың 0-ден кіші аралығы пи бөлінген 2-ден 3π бөлінген 2-ге дейінгі аралықта болатын кіші аралығы, яғни біз былай қарай кескіндейміз. Яғни 2x π бөлінген 2 мен 3π бөлінген 2-нің арасында жатады екен. 2x-іміз қатаң теңсіздік. Олай болса π бөлінген 2 плюс 2πn-нен 3π бөлінген 2 қосу 2πn-ге дейінгі аралықта жатады дейміз. Енді бұл жерде көбейту 2 болғандықтан теңсіздіктің екі жағында 2-ге бөліп жібереміз. Сонда π бөлінген 4 плюс 2πn-ді 2-ге бөлсек πn болады. 3π бөлінген 2-ні 2-ге бөлсек 3π бөлінген 4 болады. 2πn-ді 2-ге бөлсек πn болады. Бұндағы n-іміз z-чиннан алынған. Яғни бұл жүйедегі бірінші теңсіздіктің шешімдері болады. Ал енді екінші теңсіздіктің шешімдерін былай көрсетеміз. Косинус x кіші минус 2-ден 1-ден бірлік шеңберді салайық. Минус 2-ден 1 0-дің төменгі жағында орналасады. Кіші немесе тең деген оның сол жақ бөлігіндегі шеңбердің бөлігі боялады. Кіші болғандықтан шеткі нүктелер жиынға кірмейді. Бірінші нүктеміз арк косинус минус 2-ден 1. Арк косинус минус 2-ден 1-дің мәні π бөлінген 3-ке екінші ширектегі туысқан нүктесі дейміз, 2π бөлінген 3 болады. Ал келесі нүктені табу үшін 2π-ден алып тастайтынбыз. 2π-ден алып тастаймыз 2π бөлінген 3-ті. Онда болады 6, 4π бөлінген 3 болады екен. Яғни мына нүкте 4π бөлінген 3-ке тең. Сонда бұл жердегі біздің x-іміз 2π бөлінген 3 плюс 2πn-нан 4π бөлінген 3 плюс 2πn-ге дейінгі аралықта жатыр. Бұндағы n-іміз z-чиннан алынған. Бұл екінші теңсіздіктің шешімдері болады. Біз енді бағана тауып алған бірінші теңсіздіктердің шешімін екінші теңсіздіктердің шешімімен жүйе қылып қарастырамыз да, осы екеуінің ортақ аралығын анықтаймыз. Екеуін қанағаттандыратын ортақ аралықта. Яғни былай деп жазсақ болады. π бөлінген 4 қосу πn, 3π бөлінген 4 қосу πn, бұндағы n z-чиннан алынған. Ал екінші жағынан 2π бөлінген 3 қосу 2πn, 4π бөлінген 3 қосу 2πn. Бұндағы n z-чиннан алынған дейміз. Міне жеке тағы да бір жүйе құрамыз. Бұны x-ке қатысты анықтаймыз енді ортақ аралығын. Сонымен бірінші теңсіздіктен π бөлінген 4. π бөлінген 4 бізде мына жерде орналасады. 3π бөлінген 4 осының екінші ширектегі туысқан нүктесі десек болады. Енді π бөлінген 4-ке πn периодты қоссақ, онда ол үшінші ширекке, яғни мынау бірінші жағдайда осы аралықта жатады деген сөз. Осы жерді белгілеп қояйық. n-нің мәні 0 болған кезде x-тің жататын аралы осы болады. Ал n-ге 1 берген кезде π бөлінген 4-ке π периодты қосатын болсақ, онда ол мына нүктеге ауысады. Сонда 5π бөлінген 4 болады бұл жерде. 5π бөлінген 4 болады. Ал енді 3π бөлінген 4-іміз мына жаққа қарай ауысады. Онда бұл жерде 5, 6π, 7π бөлінген 4 дейміз. Яғни біз π бөлінген 4-ті
санау арқылы анықтап аламыз. Пи бөлінген 4-тің бірінші, екінші, үшінші нүктесі, төртінші, бесінші, алтыншы, жетінші нүктесі деп. Яғни n-ге 1 берген кезде ол 5 пи бөлінген 4 пен 7 пи бөлінген 4-тің арасында жатады екен. Ары қарай қалған аралықтар қайталанып отырады. Келесі периодтары бойынша енді екінші жүйедегі екінші аралықтардың орналасуын анықтайық. Бұл жерде 2 пи бөлінген 3. 2 пи бөлінген 3 дегеніміз бізде мына жерде орналасатын нүкте 2 пи бөлінген 3. 4 пи бөлінген 3. 4 пи бөлінген, мінекей, пи бөлінген 3-тің бірінші нүктесі, екінші нүктесі, үшінші нүктесі, төртінші нүктесі, осы нүктеге төртінші нүктедегі симметриялы нүкте болып табылады. Мына жерде жатады, ол 4 пи бөлінген 3 болады. Сонда n-нің мәні 0 болғанда, оның жататын аралығы осы аралықтар болады екен. Оны біз іс жағынан қойайық. Сонда не байқадық? Ары қарай 2 пи период қосқандықтан қайтадан осы нүктелерге қайтып келеді. Сонда бізде мына жер мен мына жерде ортақ аралықтар пайда болды. Олай болса біздің теңсіздіктер жүйесінің шешімдері осы аралықтардың бірігуі болып табылады. Сонымен біз жауабын былай деп жазамыз. 2 пи бөлінген 3-тен 3 пи бөлінген 4-ке дейінгі аралық. Так, бірінші 2 пи бөлінген 3 плюс 2 пи n-нан 3 пи бөлінген 4 плюс 2 пи n-ге дейінгі аралығы және бірігеді 5 пи бөлінген 4 5 пи бөлінген 4 плюс 2 пи n-нен 4 пи бөлінген 3 плюс 2 пи n-ге дейінгі аралық болады деп жазамыз. Яғни осы жазылған соңғы аралықтардың бірігуі берілген теңсіздіктер жүйесінің шешімдері болады.